Қадыржан үйіндегі ең ақылды, жанашыр, ақ көңіл бала еді. Оны бәрі жақсы көретін, тіпті мұғалімдері де. Сабақты үздік оқып үнемі сыныптастарын күлдіріп отыратын. Үйінде де бауырларына қамқор болып, денсаулығы болмаса да, әке-шешесі жұмыстан келгенше үйін жинап, тамағын істеп отыратын. Сапаргүл апаның ерекше бала дегені де содан болар. Астанаға оқуға түскенде де ешкімге салмақ салмай, өз нанын өзі тауып жұмыс істеп, сабағында жақсы оқып бәріне үлгеріп жүретін. Ол тым асығыс адамдай жан-жағының жағдайын жасап, ауылға келсе де бәріне сыйлық әкеліп қуантатын еді. Осындай әке-шешеден қалайша мынандай мықты бала туылады деп көршілер де сөз қылған. Сәуле екеуі Астанадан ұялғанда да ауылдағылар барса, бар жағдайларын істеп, қаланы қыдыртып, қайтатын кезде сөмкелерін толтырып жіберетін еді. Сол ішінде Сәулемен талай қырылысқан. Ауылдағылар неге келе береді? Бір тапқан ақшамызды соларға құрта береміз бе? Қашанғы осы жаман ескүйде тұрамыз. Мен көп қабатты үйде тұрғым келеді. Сенің бітпейтін туысқандарына шаршадым деп, күйеуінің құлақ етін жейтін болды. Арманы да жетті. Арзандап алған ескі үйін сатып, көп қабатты үйден 3 бөлмелі пәтер алды. Бірақ Сәуле одан сайын ұрыс жанжал шығаратын. Әйтеуір Қадыржан не істесе де жақтырмайды. Жұмыстан үйге шаршап келсе, құлақ етін жеп тыныштық бермейтін. Ауырып жүрсе де тынбай еңбек етіп, арасында сауда жасап, оңтүстіктен арзан тауарлар әкеліп, Астанаға қымбаттау сатып жүріп осы үйді алған. Сонда да әйелінің көңінен шықпай-ақ қойды. Қарындасынан ұялады. Екеуінің жанжалына куә болғанына ұялады. Алдағыларға айтып бармас екен деп тілейді. Бірақ қарындасы ол сырты ешкімге де айтқан емес. Тіпті анасына да айтпаған. Жеңгем дәмді тамақтар істеп бере ме? Олардың үйлері тап-таза шығар я. Ағам екеуі тату тұрады ма деп сұраған бауырларына я дегеннен басқа жауап қатпаған. Анасының екі жақтың әңгімесін тасушы болма деген сөзі есінен кетпейді. Бірақ жеңгесін сонда жек көріп кетті. Алғаш түскендегі әппақ сол жеңгесінің орнына мыстан кемпір келіп алғандай. Дауыста сондай ащы. Не деген жасандылық. Сырт көзге мүлдем басқа адам. Періште ме дерсің? Тіпті көпті көрген Сапаргүл апа да бұның қандай екенін байқамаған. Бәріне жақсы болып көрінген Сәуле не себепті осындай мыстанға айналды? Әлде күйеуін менсінбей ме? Бәлкім бәрі оның асты-үстіне тіске түсе берген соң тәкаппарланып кетті ме екен? Кейбір жандар жақсы қарым-қатынасты түсінбей есіріп кетеді ғой. Ал бұның арманы не? Күйеуін менсінбесе неге дейді? Сұрақтардың жауабын таппаған Назгүл әштей. Мен күйеуге тисем жеңгем сияқты болмаймын. Ешқашан осылай намысына тиетін сөздер айтпаймын деп өз-өзіне серт берді. Қадыржанның бауырлары бірінен кейін бірі жетіліп, бірі жұмысқа тұрып, бірі күйеуге тиіп, бәрі үсті-үстін қабаттасып кеткен соң, Қатираштың одан сайын миы ашып, жұрт сияқты қызының артынан тірлігін де апыра алмады. Сәкондайда үйленіп, келін жұмсап, қолы ұзарып, қуанып жүр. Жақын жерден ауылдың қызына үйленіп, жас келін бәрінің көңілінен шығып, ел қатарлы өмір сүріп жатты. Тұңғышының ауырып қалғанын естіп, Қатираш жаны тынбай жолға жиналды. Күйеуі Бақытжан екеуі пойызға билет алып, ұлына жеткенше асықты. Ана жүрек бір жамандықты сезгендей көз жасын тия алмай, қан қысымы көтеріліп, дәрі ішумен болды. Бақытжан болса үнсіз. Тек терезеге қарап отырып, анда-санда ауыр күрсініп қояды. Қадыржаны алғаш туылғанда қатты қуанған. Осы балам бастық болады деп мақтанып отыратын еді. Алғаш ауырып қалғанда есінде, 3 жасында қызығы көтеріліп әлсіреп былқсылық етіп қалғанда көршісі Сапаргүл апаға ала жүгірген. Ой-бұй, балаң сарауыр болып қалыпты ғой. Көзіне қарасаңшы, көзінің іші сап-сары болып кеткен. Тез арада ауруханаға апарыңдар деп өз баласының көлігіне салып аудандық ауруханаға жіберген. Қатираш баласы екеуі ауруханада 10 күнде жатып шығып үйіне келгенде әппақ боп-боз болып келген. Басында көңіл бөліп майсыз тамақтар беріп жүрді де, кейін онысын ұмытып та кетті. Қадыржанда үйінде жата алмай бала болып жүгіріп ойнап кеткен. Содан бері жігіт болғанша 5-6 рет ауруханаға түскені есіне түсті.
Неге сол кезде аса мән бермеді екен дейді Бақытжан, терезеден көзін алмаған күйі. Оны естіген Қатираш, мен ғой кінәлі, бәріне мен. Кезінде дұрыстап қарай да алмадым. Өзім бала едім ғой ол кезде дейді, ақталғандай. Өзіңді кінәлама. Екіншіміз туылғанда тұңғышымыз қараусыз қалғаны рас. Ал мен саған көмектесудің орнына арақ ішіп жүре беріппін ғой дейді ол да, өзін кінәлап, қос қолмен басын сипалап. Қатираш пен Бақытжан ұлына жеткенше асығып уақыт өтпей, әйтеуір таңғы 5-те пойыздан түсті. Таксиге отырысымен тәке ауруханаға тартты. Барса жансақтау бөлімінде екен. Ешкімді кіргізбейді. Ана жүрек тілім-тілім болып есіктің алдында зарилеп жылап тұр. Әкесі де уайымнан түтігіп кеткен. Суық қарсы алған келіндері екеуіне сусын әкеліп беріп, анадай жерде бір нүктеге қарап қимылсыз тұр. Сонша шетен келгенде ұлымызды көре алмаймыз ба? Оның жағдайы соншалықты нашар ма? Неге кіргізбейді дейді ана байғұс секіліп. Оның сөзін естіп тұрған Сәуле енесінің қасына жетіп келіп, енді апа, Қадыржан екі табақ қан құсты ғой дейді енесін, одан сайын қорқытып. Өзім де қорқып кеттім. Жұмыстан келе салып, етпеттеп жатып қалған еді. Бір кесе ордан атып тұрып дәлізге жүгіріп кеткен. Артына шықсам, қол жуатын табаққа деп аузын жауып жылап жіберді. Бүгін міне 3-ші күн. Жансақта бөлімінен шығармай жатыр. Есін жиыпты. Бірақ әлі де жағдайы нашар деді дейді Сәуле көз жасын сүртіп. Бір кесе дәрігер шығып, біреуіңіз кірсеңіздер болады. Бірақ ұзақ отырмаңыз. Науқас шаршап қалмау керек. Кім кіреді дегенде Қатираш, мен кірейінші деді келіні мен күйеуіне қарап. Онда жүріңіз, медбикелер сізге арнайы бір етті киімдерін кигізсін деп бұрылып кетті. Қатираш қобалжып дәрігердің соңынан еріп барады. Бұндай үлкен аурухананы бірінші рет көруі. Аяқ қолы қалтырап олын көргенше асығып барады. Жансақта бөліміне кіргізіп, медбике шығып кетті. Олының кереуетте бір өз болып жатқанын көріп, жүрегі қағайырылып, тұрса да өз-өзін ұстап, жанына барды. Мұрнынан да аузынан да тетік тығып тастаған екен. Қадыржан анасын көріп, әлсіз ғана көзін жұмып ашты. Сөйлегісі келсе де, сөйлей алмай көзінен жас парлай берді. Жылама, балам. Жылама, бәрі жақсы болады. Міне мен сенің жаныңдамын. Әкеңде сыртта күтіп тұр деп, ұлының көз жасын сүртіп, маңдайынан сүйді. Көзі бадырайып, қатты жүдеп кетіпті. Ана жүрек шыдамай өкіріп жіберейін деп тұрса да, тістеніп өзін әрең ұстап тұр. Бір кезде ұлы біреуді іздегенде есікке қарады. Келіншегін іздеп жатқанын оға қойып, осында, Сәуле де осында. 3 күннен бері есігінің алдынан кеткен жоқ. Сен алаң болмай жазылып ал. Содан кейін бәріміз бірге кіреміз қоным дей бергенде медбике кіріп. Тәте, дәрігер сізге шықсын деп жатыр деді ақырын ғана. Иә, қазір шығамын деп, ұлын құшарлана еске-беске қарай кетіп бара жатты. Дәрігер Бақытжанды кабинетіне кіргізіп алып, ұлыңыздың жағдайы жақсы емес. Қан сараптамасынан гепатит С вирусын анықтадық. Бауырының 80% жұмыс жасамай тұр. Ұзаққа бармайтын сияқты деді күрсініп. Сонда қалай? Ол әлі жап-жас қой. 30-дан енді асты. Қалайша ұзаққа бармайды дейді даусы дірілдеп. Өкінішке орай солай. Бекем болыңыз. Өте кеш келген. Ертерек емделгенде оның үстіне ішімдік ішіп ауыр жұмыс істеген. Өз-өзін аямаған сияқты. Бұндай науқастарға мүлдем ішімдік ішуге болмайды ғой. Енді не істейміз? Мүмкін бір шешімі бар шығар. Ақша керек болса мен табамын. Қайыр сұрасам да тауып келем. Тек ұлымды аман алып қалыңызшы. Анасына не деймін деп, дәрігердің қолын қозғалдап ұстап алды. Бәрі кеш аға. Кеш, өте кеш. Бірақ қолымыздан келгенін жасаймыз. Әзірге өңешіндегі қанды тоқтаттық. Бірақ кез келген уақытта ашылып кетуі мүмкін. Бауыры жұмыс істемеген соң қан қайда барарын білмей, өңештегі тамырларды кеңейтіп жіберген. Орысша айтқанда, расширение варикозных вен пищевода деп аталады. Оқыс қимылдаса жөтелсе, тіпті қызуы көтерілсе де, тамыр жарылып кетуі мүмкін. Сол үшін сақ болуымыз керек, деп дәрігер орнынан тұруға ыңғайланды. Екеуі кабинеттен шыққанда, Бақытжан қап-қара болып түтігіп кеткен еді.
Қатераш күйеуінің түрін көріп шошып кетті. Не дейді? Ұлыма не болған екен? Жазылама. Айтсаңшы неге үндемей тұрсың деп, күйеуінің білегінен ұстап. Жақсы дейді, тек күтініп жүруі керек екен. Ас қазаны қанап кеткен екен. Соны тоқтатыпты. 5-6 күннен соң ауруханадан шығаратын шығар. Деп не айтып тұрғанын өзі де түсінген жоқ. Шүкір. Шығаратын болса өзім қараймын ғой. Алла қаласа өзім кішкентай балаша қарамасам деп, көңілі орнына түскендей болды. Аллаға шүкір, Қадыржан ауруханадан шыққалы бір жұма болды. Барлығы шеркелесіп шай ішіп отыр. Апа, бұйыртса мен оқу орталығын ашайын деп жатырмын. Сәуле екеуміз осылай шештік. Құрылыста аяқталып қалды. Енді 1-2 құжатқа қол қойдырсақ, балаларды жеке оқытуға көрсек болады дейді келіншегін құшақтап. Оныңды дұрыс шығар балам. Істерің оңға жүре берсін. Жазсыңдар ғой. Еңбектене беріңдер дейді әкесі қуанып. Анасы да қуанып, менің ұлым мен келінім алтын ғой. Жандарым сол. Мен сендерді мақтан тұтамын. Қатераш, ұлымыз аман-есен ауруханадан шықты. Енді біз қайта берсек болатын шығар. Үйде малжан бар дегенде Қадыржан. Ауылда келіндеріңіз бар ғой. Жата берсеңіздер деп, келіншегіне қарап еді. Ол жақтырмай теріс қарады. Жарайды, егер үйде уайымдап жатсаңыздар, өздеріңіз білесіздер ғой деді сасқалақтап. Ақ көңіл әке-шешесі ештеңені байқамай, екі көздер ұлында қуанып отыр. Бір кезде Қадыржан әкесіне сыртқа шығып керек дегенде ишара білдірді. Екеуі көп қабатты үйлердің ортасындағы орындықта біраз үнсіз отырды. Бір кезде ұлы есіне бір нәрсе түскендей: әке, мен ұзақ жасамайтынды білемін. Сөзімді бөлмей тыңдаңызшы дей бергенде әкесі: о не дегенің ұлым? Кім айтты саған? Сен әлі... Әке, мені жұбатпай-ақ қойыңыз. Еркекпіз ғой, қатындар құсап жылама, еркекше сөйлесейік те. Ал енді мені тыңдаңыз. Осы күнге дейін сізге осылай қатты сөйлемеп едім. Қазіргі сөздерім үшін мені кешірерсіз. Бірақ менің сөзімді бөлмей тыңдаңызшы. Егер мен олай-бұлай болып кетсем, мені осы жерге желегеніңізді қалаймын. Қой, қайдағын айтпа. Әке, өтініш. Сөзімді бөлмеңізші. Мен өзімнің айықпас ауру екенімді бұрыннан білемін. Жұмысқа тұрарда медициналық тексеруден өткенде білгенмін. Бірақ ешкімге тіс жарып айтқан емеспін. Тіпті Сәулеге де. Бар оймен кетсем, ұлым мен келіншегім қиналып қалмасын деп, жағдайларын жасауға тырыстым. Ол үшін келіншегіңізді жазғырмаңыз. Мен кетсем, Сәулеге тиіспеңіздер. Оның ешқандай да кінәсі жоқ. Кім не айтса да сенбеңіздер. Ол өте жақсы адам, және мен оны қатты сүйем. Қазір маған ауылға жүр демеңіздер. Мен соңғы күндерімді өз отбасымен өткізгім келеді. Мейлі, бір ай жүрейін. Мейлі, 1 жыл жүрейін. Тек сүйегім осы жерде қалса деймін. Ұлым мен әйелім барып тұра алатындай болса. Ауылға жөнелсем, ұлым мені ұмытып кетеді ғой деп жылап жіберді. Балам, жап-жас болып, өзіңді сонша қинағаның не? Дәрігер айтты ғой, күтініп жүрсе, жақсы болып кетер еді. Өз-өзіңді күтіп жүрші балам. Болмаса ауылға жүр, биенің сүтін ішіп жазылып кетесің. Жоқ әке. Мен айтарымды айттым, тек ойымды айтқым келді. Айттым. Қапа болмай, уайымдамай ауылға қайта беріңіздер. Мен өзімді күтіп жүремін, алаң болмаңыз деп, әкелі бала құшақтасып ұзақ тұрды. Ертесіне пойызға билет алып ауылға қайтып кетті. Олар кете салысымен орамалын лақтырып жіберген Сәуле. Мына орамалдан тұншығып кеттім ғой. Неменеге қалқал деп қақылдап қалдың? Оларға тамақты қайдан тауып береміз? Енді сен жұмысқа да жарамайсың. Бір менің табысым кімге жетеді? Құрылысымыз бітпей отыр деп, ұрысты бастай бергенде. Сәуле, қойшы жан. Бастамашы. Ақырында бітірерміз. Мен осылай жата бермейтін шығармын деп, құшақтап ескегісі келіп еді. Сәуле бұрылып шығып кетті. Қатераш пен Бақытжан үйлеріне жетіп, енді жайғаса бергенде, бөтен номер хабарласып, еркісінің дауысы Қадыржанның қайтыс болғанын хабарлады. Қадыржан білді. Көз кетсе, әйелі ұлын ешкімге жақындатпайтынын білді. Сол үшін де өзін сол жерге жерлеуін өтінген болатын. Көзі кетсе, қарындасы жеңгесінің айтқан сөздерін ата-анасына айтып баратынын да білді. Сол үшін де Сәулені кінәламаңыздар.
оған тиіспеңіздер деп әкесіне аманаттап кетті. Ал Сәуле болса бәрін кеш түсінді. Жанжарының көзі кеткен соң оның қандай жақсыдан болғанына көз жетті. Бірақ бәрі кеш еді. Тірісінде сыйламаған адамға өлген соң қайғырып, жақсылығын айтудың не керегі бар? Бұл жерде кімді кінәлаймыз? Өзі бала болып ұлына дұрыс қарай алмаған Қатира шананы ма? Әлде жас кезінде әйеліне көмектеспей, ішіп жүрген әкеді ме? Ауруын бетіне басқан әйелін бе? Әлде жалғыз қызын жібергісі келмеген Сәуленің анасын ба? Әлде әйеліне тоқтау қоя алмаған әкесін бе? Кім кінәлі? Әлде салт дәстүр ме? Егер анасы оңтүстіктің баласы деп менсінбей қызына жамандай бермегенде, екі жастың арасына сызат түспес пе еді? Ең болмаса көңілім қалатындай бір жамандық істесеңші. Мені еркелетумен өттің ғой. Қанша ауыр сөйлесем де кешіріп келдің ғой жаным-ау деп шоқтап жылады. Өкінгенмен не пайда? Кешірші мені. Мен бұлай болады деп ойламадым. Енді сенсіз қалай өмір сүрмекпін деп жер тепкілеп жылайды. Бәрінен бұрын әке-шешесіне өте қиын. Өз-өздерін кінәлап, қотыршылықтың кесірінен ұлының жанында болмағандарына өкініп барады. Тез арада ағайын туғандары жиналып, Қатираш пен Бақытжанға ақша жинап беріп, самолетке билет әперіп салып жіберді. Ауылға алып келіңдер деді үлкен атасы. Жоқ, ұлымның соңғы тілегін орындауым керек. Сол жаққа желейміз дейді Бақытжан жылап отырып. Ана жүрек боталап тұңғышын жерлеп ауылына келді. Өзіңнен бұрын перзентіңнің кетіп қалғаны қандай қиын десеңші. Байқұсана ұлымнан бұрын неге мені алмадың? Ұлымның не кінәсі бар? Бәріне мен кінәлімін деп зар елеп жылады. Әке байғұсты өз-өзін кінәлап іштен тынды. Балаларының ішіндегі ең ақылды, ең көңілді баласы осы Қадыржан еді ғой. Үйленген соң қалаға жібермеуім керек еді. Көз алдымда жүрсе, өлмес еді ғой дейді іштей күйініп. Өмірде ең жаман нәрсе ол өз-өзін кінәлап іштен тыну. Қатираш ұлының жаназасынан кейін мүлдем өзгеріп кетті. Кейде өзімен өзі сөйлесіп, біресе тырқылдап күліп, біресе ойбайлап жылап, кейде ашуланып, айқайлап, қолына түскеннің бәрін лақтырып жекесі сыр бере бастады. Ортаншы қызы төркіндетіп келгенде әкесі жеке шығарып алып, қызым-ау, анаңды не істейміз? Мен одан қорқа бастадым. Емдетпесек болмайтын сияқты. Кейде түнімен ұйықтамай сөйлеп шығады дейді, қызынан көмек күткендей. Молдаға оқыту керек шығар. Баладан айырылу анаға оңай емес қой. Жылдығасы өтсе де әлі өз-өзінен келе алмай жүр. Біздің ауылда мықты болда бар. Күйеу балаңызға айтайын, апарып оқытып көрейік деді Жанашыр қызы. Бірнеше күн молдаға оқытқан соң әлде болса беті бері қараған сияқты. 3 күн тұрмай ұйықтады. Одан сайын қорқан Бақытжан қайта-қайта барып бетіне үңіліп қарайды. Кешкентай бала құсап, басылап ұйықтап жатқанын көріп, көңілі орнына түседі. Оянған соң бұрынғыдай сөйлемей, үй ішін жуып тазалай берді. Уақыт өте келе, өз-өзіне келе бастады. Бірақ есіне түсіп кетсе, іші күйіп кетеді. Ал Сәуле сол бойы күйеуге тимеді. Қадыржанды қатты сүйгенін кеш түсінді. Одан басқа ер азаматқа жақындай алмайтынына көзі жетті. Айттырып келгендердің бәрінен бас тартып жалғыз ұлын құшақтап қала берді. Анасы да күйеуге тиіп алсаңшы, ұмыт оны. Жап-жас болып, қуытсеңді құшақтап қаласың ба десе де, анасын тыңдаған жоқ. Қайын жұртмен де араласып тұрды. Көп бармаса да жиын тойларда өлім жетімге барып жүрді. Ұлы да жігіт болып атасы мен әжесін іздеп тұрады. Жаздық демалыста ауылға қарай жүгіретін, әкесінен аумайды. Қадыржан сияқты жанында отырғанның бәрін күлдіріп, мейірімін төгіп отырады. Ол ауылға келсе бәріне той, бүкіл ағайын бала-шағасымен жиналып орталарына алып, ас түсіне түсіп күтеді. Әсіресе Қатира жолы тіріліп келгендей қуаныштан жылап қарсы алатын. Ал қарындасы Назгүл өткенді қозғап, ешкімге ештеңе айтпады. Айтқанмен ештеңе өзгермейтінін оғы болды, ағасының қазасына өз-өзін кінәлап жүрді.